Үржар колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің кітапханашысы Кашымбаева Анаргүл Нұрқасымовна. Бүгінгі кітапхана сағатымыздың тақырыбы білімнің көзі кітапта. Сабағымыздың мақсаты білімнің кітап арқылы берілетінін, адам өміріндегі маңызы, білімнің пайдасы туралы түсіндіру, кітапқа деген қызығушылықтарын арттыру, кітапты күтіп, оны таза, ұқыпты пайдалануға үйрету. Ата-бабаларымыз кітап көп ақылдың құйылған кені деп текте айтпаса керек. Барлық білімдердің басын бір жерге тоғыстырып, тез келген сәтте көмекке келетін ерен күш, әрі білімді жетілдіріп, тіл байлығын дамытып, білімді адам шығаруда таптырмайтын баға жетпес дүние, ол кітап. Осы кітаптың мекені кітапхана. Кітапхана мәдени ағартушылық ғимарат. Кітапхана баспасөз шығармаларын жинау, сақтау, насихаттаумен, оқырмандарға баспасөз шығармаларын берумен, мәдени ағарту және ғылыми көпшілік жұмыстарын ұйымдастырумен шұғылданады. Кітапхана атқаратын міндетіне кітап қорының құрамына және жұмыс әдісіне қарай екіге бөлінеді. Көпшілік кітапхана және ғылыми және арнаулы кітапхана. Көпшілік кітапхана оқырмандарға қоғамдық саяси, кәсіптік, жалпы білім беретін басылымдарды ұсынады. Ғылыми және арнаулы кітапханалар ғылым салалары мен белгілі бір ұйымдарға қызмет етеді. Кітапханалар жазба ескерткіштердің қоғамдық қоймасы ретінде ерте заманда пайда болған. Біздің заманымыздан бұрынғы 7 ғасырдың ортасында кітаптар қыш тақталарға жазылған, жинағы сақталған. Көне кітапханалардың ішінде Александрия кітапханасы әлемге әйгілі. 9-11 ғасырларда Бұхара, Самарқан, Отырар, Үргеніш, Мерв қалалары ғылыми және әдеби кітап қорларымен аты шықты. Ұлы ғұлама Әл-Фарабидің туған қаласы Отырарда Александриядан кейінгі әлемдегі ең ірі кітапхана болған деп есептеледі. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында барлығы 11300 кітапхана жұмыс істейді. Олай болса, назарларыңызға қызықты кітапханалар бейнеролигін ұсынамын. Рухани өмірімізде Әбділда Тәжібаев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының орны айрықша. Кітап сүйер қауымның сүйікті мекеніне айналған мәдени ошақтың 150 жылға тарта тарихы бар. Сәулеті келіскен бүгінгі кітапхананың іргетасы сонау 1867 жылы қаланған. Астанада тәулік бойы жұмыс істейтін кітапхана ашылды. ақш-тың Сан-Диего қаласындағы Гейзел ғылыми кітапханасы 8 қабаттан тұрады. Тек қана әйнек пен бетоннан ғана жасалған бұл ғимараттың баспалдақтарына жыланның суреті бейнеленген екен. Кітапханаға кіріп бара жатқан адамның көзіне оқыңыз, жазыңыз, ойлаңыз, армандаңыз деген сөздер бірінші түседі екен. ақш-тың Канзас қаласындағы орталық кітапхананың ерекшелігі кітап сөресінде екен. Кітап сөрелерінің биіктігі 8 метр, ені 2 метр. Кітапхананың тағы бір ерекшелігі ішкі құрылымы банк стиліне ұқсатылып жасалған. Бұл Франциядағы Ницца қаласындағы Луи Мюссер кітапханасы. Бұл кітапхананың ерекшелігі бастың мүсініне қорап кидіріп жасаған сәулетінде. Италияның Перуджа қаласында орналасқан Италия ақыны Сандро Пенна атындағы кітапхананың сырт пішіні НЛО тәрелкесіне ұқсайды. Кітапхананың сырты күлгін әйнекпен қапталған. Біздің елде де ерекше салынған кітапхана бар. Ол Астана қаласындағы Президент кітапханасы. Сыртқы дизайны домаланып, ұшатын тәрелкеге ұқсайды. Ғимараттың әйнегі күнге төселіп, кітапхананың ішін табиғи жарықпен қамтамасыз етіп тұр. Кітап білімнің түпсіз аспаны, терең бастауы. Кітап сөзі арабтың жазу деген ұғымнан қалыптасқан. Ол тарих шежіресі, оқу тәрбие құралы болып табылады. Кітап арқылы адамзат ақыл ойының інжу маржанын бойына жинайды. Оларды ұрпақтан ұрпаққа жеткізеді. Кітап оқу ой өрісімізді жетілдіреді. Дұрыс сөйлеуге, есте сақтаумен қатар қиялды дамытады. Кітапты тыңдай білудің өзі үлкен өнер. Кітапта алма ағашы, жемісін біздер теретін, тәтті алмаға балашы, кітабымның әр бетін деп Мұзафар Әлімбаев жырлағандай, кітап біздің рухани құндылығымыз, теңдесі жоқ байлығымыз. Үржар колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің кітапханасы да өз оқырмандарына қызмет атқарады.
Кітап ең сабырлы досың, сондықтан да кітапты ұстау ережесін қатаң сақтаған дұрыс. Кітап адам өмірінің таусылмас қазынасы, ғылым білімнің көзі, өнер мен тәрбие құралы, өмір күресінің ең мықты қаруы болатын ақылшы екенін түсіну керек. Кітапты күнделікті үзбей оқуды дағдыға айналдыр. Ол үшін күніне кітап оқуға 2-3 сағат уақытыңды бөл. Кітапты қалай болса солай оқымай, оларды белгілі бір мақсат пен жоспар бойынша оқуға дағдылан. Барлық кітапты үнемі бірдей тәсілмен, бірыңғай жолмен оқуға болмайды. Кітапты төсекте жатып, ас ішіп отырып оқыма, үлкен ой еңбегімен оқы. Кітапты оқығанда ойға сақтауға, керектерін жатқа айтып білуге, керекті сөздерді жазып алып өмірде пайдалануға әдеттен. Кітапты ұқыпты таза ұстау керек. Кітапханадан алынған кітапты уақытында қайтару керек. Кітапты жоғалтпа. Кітап тарих шежіресі, оқу тәрбие құралы болып табылады. Оқымасаң ой тоқырайды деген сөз кітап оқымағанның ойы таяз, санасы төмен, өмірі қараңғы болатынын дәлелдейді. Кітап атаулы досы бола бастаған шақтан былай ғана әрбір жан өзін интеллигент бола бастадым деп санауына болады деген Мұхтар Әуезовтің сөзімен келіспейтін жан бола қоймас. Кітап таңдап, талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, өмір қажетіне жарата білу әрбір адамның білігі мен білімінің алғы шарттарының бірі. Қазақ халқы кітапты киелі, қасиетті, құдіретті зат ретінде бағалаған. Енді кітап туралы мақал-мәтелдерге назар аударсақ. Оқу білім азығы, білім ырыс қазығы. Білім басы бейнет, соңы зейнет. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Кітап ақыл ойдың айдыны. Кітапсыз үй, терезесіз бөлме. Кітап жинай берген мұрат емес, оқыған мұрат. Көп жасаған білмейді, көп оқыған біледі. Кітап алтын қазына. Кітап ғылым, тілсіз мұғалім. Күш білімде, білім кітапта. Наданмен дос болғанша, кітаппен дос бол. Міне, кітап туралы қандай жақсы мақал-мәтелдер айтылған. Олай болса, біз кітап оқу арқылы ғана білімді бола аламыз. Сондықтан да кітапханаға жиі келіңіз. Сөйлеу мәдениетін жақсы білгіміз келсе, кітап оқиық дегім келеді. Кітап сіздің сенімді серігіңіз болсын. Осымен бүгінгі кітапхана сабағымызды аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар.